Иммунитет дегеніміз ағзаның ауру қоздырғыштардан, яғни вирустар, бактериялар, паразиттерден қорғану қабілеті. Себептері иммунитеттің әлсіреуі: дұрыс тамақтанбау, ұйқының аздығы, стресс, шаршау, витаминдердің жетіспеуі, жиі ауру, созылмалы аурулар және де экологияның нашарлығы жатады. Иммунитетіміздің түскенін қайдан білеміз? Яғни, жиі тұмау ауратып ауырсақ, суық тию, әлсіздік, тез шаршау, бас айналу, тәбеттің төмендеуі, жаралардың ұзақ жазылуы. Емдеу жолы: дәрігер кеңесімен витаминдер қабылдау, дұрыс және теңгерімді тамақтану, дәрі-дәрмек қажет болған жағдайда, демалыс пен ұйқы режимін сақтау. Алдын алу жолы: дұрыс тамақтану, жеміс, көкөніс көп жеу, спортпен айналысу, күн тәртібін сақтау, таза ауада жиі серуендеу, жеке гигиенаны сақтау. Денсаулығымыз мықты болу үшін біздің иммунитетіміз мықты болу керек. Иммунитеттің екі түрі бар. Біріншісі туа біткен, екіншісі жүре пайда болған. Туа біткен ол ата-анадан ген арқылы беріледі. Ал жүре пайда болатын иммунитет неше түрлі аурулардан, вирустардан, инфекциялардан және де әртүрлі жарақаттардан пайда болатын иммунитет. Қысқасы, иммунитет мықты болса, ағза ауруға төзімді болады. Денсаулықтарыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Сау болыңыздар.